Биенің буаздығын әрі қарапайым, әрі оңай, мынадай 4 түрлі жолмен анықтауға болады. Білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Ассалаумағалейкум құрметті жазылушылар, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеомыз көптеген адамдардың сұранысын тудырып отырған биенің буаздығын қарапайым жолмен анықтау туралы болмақ. Биенің буаздығын анықтау жолдары өте көп. Десе де сіздерге ең қарапайым, ең оңай жолын ұсынуды жөн көрдім. Бірінші, сырттай байқау. Яғни ұрықтанған биелер 20-30 күн ішінде қайталай күйлемесе, онда буаз болған болуы мүмкін. Бие буаз болған соң жайбарақаттанып, байсалданады, көп оттайды, оңай семіреді, жүні жылтырайды. Екінші, қарынның бедер сызығына қарап анықтау әдісі. Жылқының құйрығын бір жағына қайырып тұрып, екі артқы аяғының ортасынан қарынға сызық болып біткен бедерге қарағанда, ішті болған болса, бедер сызықтың екі жағындағы жүн сызықтан ажырап, науа формасында болып, қарын бедер сызығы айқын білінеді. Ал ішті болмаса, қарын бедер сызығының екі жағындағы жүн толықтанып, қарын бедер сызығы айқын білінбейді. Үшінші, сідігінен тексеру әдісі. Буаз және қысыр деп күмәнданған биенің сідігінен 10 мл пробиркаға құйып алып, 7 проценттік йод ерітіндісінен 6 тамшы тамызып, спирт лампасында баяу қыздырсақ, ішті болса сідігі қызыл түске, ал қысыр болса солғын сары түс болып өзгереді. Төртінші, тік ішектен тексеру әдісі. Бұл ең сенімді әдіс болып, бұнда жатыр тармағының қатты жұмсақтығын, пішінін және ұрық көпіршігінің үлкен кішілігін сипап байқайды. Сонымен қатар, әдеттегі әйелдердің де жүктілігін анықтайтын тест арқылы да анықтауға болады. Мінекей құрметті көрермен, видео пайдалы болды деген ойдамын. Лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.